Серікбол қызы Томиристің туған күн кеші. Ертегі. Астана қаласында патша Серікбол мен ханшайым Ләззат өмір сүреді. Олардың мейірімді қыздары Томирис Серікбол қызы және ерке ұлдары Нуриман бар. Атасы Асылжан мен әжесі Назым немерелерін өте жақсы көреді. Бір күні Томиристің туған күні келді. Әжесі Назым оған әдемі музыкалық сандық сыйлады. Томирис сандықтан шыққан кішкентай қуыршақты көрді. Қуыршақ күлімдеп: «Біз сені қуыршақтар патшалығына шақырамыз», деді. Сол сәтте бөлме жарқырап, сиқырлы есік пайда болды. Томирис пен Нуриман қуыршақтарымен бірге қуыршақтар патшалығына аттанды. Қуыршақтар патшалығында бәрі бір-біріне көмектеседі. Сыйластықпен, мейіріммен өмір сүреді екен. Томирис гүлдерді суаруға көмектесті. Нуриман ойыншықтарға тәттілер таратты. Қуыршақтар өте қуанды. Қуыршақтар Томириске арнап мереке ұйымдастырды. Музыка ойнап, би билеп, торт пен тәттілермен дастархан жайылды. Барлығы бірге ән айтып, Томиристі туған күнімен құттықтады. Томириске мейірімді жүрегі үшін алтын тәж сыйлады. Томирис: «Мейірім мен сыйластық болса, бақыт әрқашан жаныңда болады», деді. Отбасы Астана қаласына оралып, бақытты өмір сүре берді.